Көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы өседі. Ал 2025 жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек мөлшері ең төменгі күнкөріс деңгейінің есебінен емес, халықтың медиандық табыс есебінен анықталатын болады. Бұл туралы бүгін үкімет сағатында әлеуметтік кодекс жобасын таныстырған еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Тамара Дүйсенова айтты. Үкімет сағатында министр әлеуметтік кодекс жобасының 5 түрлі новелласына тоқталды. Оның айтуынша кодекс халықаралық тәжірибеге сүйеніп, өз еліміздің ерекшеліктері ескеріліп жасалынды. Бірінші новелла отбасының цифрлық картасы, екінші отбасылар мен отбасы мүшелерін әлеуметтік қолдау жүйесіне арналды. Яғни енді атаулы әлеуметтік көмек отбасыны қиын жағдайдан шығаратын атаулы шара ретінде көрсетілетін болады. Сондай-ақ 2025 жылдан бастап халықтың медиандық табысы негізінде есептелінбек. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша 18 жасқа дейінгі балаларға берілетін ұлттық қордың инвестициялық кірісінен түскен табыстың 50% көлеміндегі бастапқы капитал отбасыларға қосымша көмек көзі болмақ. Бала күтіміне байланысты төлемдер мерзімі ұзартылатын болады. Көп балалы аналарға берілетін жәрдемақы мөлшері көбейтіледі және олар алтын, күміс алқамен наградталған аналар деген жаңа статуспен қарастырылатын болады. Тағы бір маңызды параметр 2025 жылдан бастап атаулы әлеуметтік көмек тағайындау үшін кедейлік шегі бүгінгі күнкөріс деңгейінен емес, медиандық табыс есебінен анықталатын болады. Мүмкіндігі шектеулі баласы не мүшесі бар отбасыларға арналған арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету жүйесі де қайта құрылады. Яғни Біріншіден, мүгедектігі бар адамдарға қызмет көрсету ісіне олардың отбасы мүшелерін тарту. Бұл ретте отбасы мүшесі жеке көмекші немесе әлеуметтік қызметкер ретінде ресімделеді. Бұл жұмысқа еңбек ақы төленеді және осы кірістен әлеуметтік төлемдер мен зейнетақы жарналары аударылады. Осылайша отбасының жұмыспен қамтылмаған мүшелері еңбекке қабілетті жасында жұмыспен қамтамасыз етіледі және ықтимал әлеуметтік тәуекел туындаған жағдайда әлеуметтік қамсыздандыру шараларымен қамтылатын болады. Тағы бір жаңалық, енді онлайн платформалар арқылы жұмыспен қамтылған азаматтар үшін арнайы салық режимі енгізіледі. Бұл әсіресе такси жүргізушілеріне қатысты. Біріншіден, онлайн платформаларының көмегімен жұмыспен қамтылған азаматтар үшін арнайы салық режимі енгізіледі. Бұл ретте салық агенттері рөлінде онлайн платформалар операторларына айқындау ұсынылады. Мысалы, Яндекс такси онлайн платформасына қосылған такси жүргізушілері немесе Глобо онлайн платформасына қосылған курьерлер осы санаттағы жұмыскерлердің қатарына кіргізіледі. Бұл жұмыскерлер үшін жоғарыда айтқанымыздай онлайн платформаларының операторлары салық агенттері болып қаралып, арнаулы салық режимдеріне сәйкес жұмыскердің пайдасына салық төлемдері мен әлеуметтік жарналарды аударып отыратын болады. Министрдің айтуынша, Қазақстанды дамытуға ниетті шетелдегі этникалық қазақтарға, үздік оқытушылар, үздік ғалымдарға, тапшы мамандарға, инвесторларға 10 жылдық оңайлатылған виза берілмек. Асем Жұмалиева, Гүлмира Саржанова, ақпарат.